өйткені современный футбол бәрі төздешінік ауысып жатыр. Бізге де ауысуымыз керек. Менің ойымша бұл. Менің ойымша да Қазақстан құрамасының 4 қорғаушы жүйесімен ойнағаны дұрыс. Өйткені бұл жолды енді Австрия командасымен сіз 5 қорғаушы ойнасаңыз да дәл осындай есеппен жеңілуіңіз мүмкін еді. Бұл жерде бас бапкерге қояр сұрақтарым бар. Бұл жерде құрамға байланысты түрлі пікірлер айтылуда. Ендеше Австрия Қазақстан және Қазақстан Словения арасындағы ойындарға бүгін бір тоқталып өтеміз. Ендеше дәл қазір каналға жазылып, лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Модричтің пасы, Бенземаның басы, Рюдигердің көз жасы. Достар, Ерспорт YouTube арнасында шығатын видеолар фондағы әріптестеріміздің көмегімен шығады. Ендеше алда Қазақстан құрамасының және Ұлттар лигасының әлі тартысты ойындары бар. Жаңа маусым енді басталды. Сондықтан да әр ойынды, әр матчты қызықты етіңіздер. Фондағы достарымыздың сілтемесін комментарийде қалдырамын. Әлеуметтік желіде көптеген пікірлерді тыңдадым. Бұл жерде Қазақстан құрамасының ойын сынға алып жатқандар өте көп. Бұл жердегі жеңіліс, бұл жердегі негізгі құрам, бұл жердегі ойын, құрамдағы кейбір ойыншыларға қатысты әңгімелер. Мен енді әркім футболды өзінше көреді, өзінше түсінеді және өзінше бағалайды. Мен бұл жерде Қазақстан құрамасының ойыншыларына кейбір моменттерде бір түсініспеушіліктер болды. Бірінші гол Нұралы Әліп, ортаға берілген пас. Бұл жерде енді асығыс қабылданған шешім, тағы берген дайын болған жоқ. Ал бұндай қателіктерді Еуропаның алпауыттары пайдаланады. Австрия командасы ортан гол деңгейдегі команда емес, бұл топтағы ең мықты команда деп айтатын едім. Тіпті Норвегиядан да, Словениядан да мықты. Евродағы ойын стадионда отырып көрген кезде де бұл команданың дайындығын, ойын жүйесін, тактикалық тұрғыда матч барысындағы өзгерісі, бапкердің қалай ұстайтындығын барлығын көрдім. Алаба, Забицер, Лаймер сияқты ойыншылар бар құрама, ол бұндай қателіктерді кешірмейді. Бірінші гол қорғаныстағы өзіміздің қателіктен кетті. Одан кейінгі екінші гол ол бұрыштама. Бұрыштамадан кез келген команда гол соғады. Бұл жерде біз Австрияның соққысына дайын болған жоқпыз. Одан кейін Забицердің соққан голы, ол енді Забицердің өзінің бір стиліндегі гол. Бұл жерде де сұрақтар бар ойынға, ал төртінші гол енді түсінікті. Жалпы дәл осы Ұлттар лигасының Б лигасына біз дәл осы ойыншылармен жеттік. Сол Тағыберген, сол Марочкин, сол Шацкий. Бұл жерде бапкер ауысты. Адиевтің кезінде команда гол соқты. Команданың шабуылында нәтиже болды. 5 қорғаушымен ойнадық, қорғаныста ол жерде де қателіктер болды. Ал енді шабуылда нәтиже болды. Ал бұл жолы Черчесов команданы жасақтады деп айта алмаймыз, өйткені сол Адиевтің кезіндегі құрам, Балтабаев сияқты ойыншылар келді, бірақ та маңызды матч әр ойында оларға мүмкіндік бермейді. Бұл жерде Норвегиямен тең ойын, ол сырт алаңда, Норвегия үшін сырт алаң ыңғайсыздау болды, бірақ біз сол матчта өте жақсы ойнадық. Сол құрам, одан кейін екінші ойын Словения командасына қарсы, ол біз бір тісіміз батпай жүрген құрам, ол жолда жеңілдік екінші турда. Үшінші турда міне Австрия. Австрия командасында енді біздің ойыншыларға келетін болсақ, 4 қорғаушы жүйесі. Мен қолдаймын, осындай жүйеге ауысатын кез келді, өйткені 5 қорғаушымен біздің жеткен жетістігіміз ол Б лигасына өту және Еуропа чемпионатына шығатын мүмкіндікті сақтау, мүмкіндік болды соңына дейін. Бірақ 4 қорғаушымен де бұл жетістікке жетуге болады. 4 қорғаушымен ойнаған ойын, мысалға шабуылда бір-бірімен түсініспеушіліктер болды ойыншылардың ішінде. Чесноковтың ұмтылысы, Зайнудиновтың ойыны, негізі бізге шабуылда қатықпаған бір үштік керек. Ол Чесноков, ол Зайнудинов және шабуыл шебіне ол Айбар Жақсылықов емес. Мен де Айбардың ұлттық құрамаға шақырту алғанына көңілім толмады. Өйткені 3 қана гол соққан чемпионатта, соңғы рет маусым айында гол соққан шабуылшы. Енді Адиев шақырғаннан кейін осы жігітті керек ау деп бір шақырған сияқты. Әйтпесе Шушиначевті, Өміртаевты, Кәрімовті ойнатуға болатын еді. Хотя бы практика бар, хотя бы гол бар. Ал бұл жерде Жақсылықовтың шақырылғанын және оның негізгі құрамда шыққанын мен түсінбедім. Сұлтанбек Астанов Ордабасыда ойнайды, бірақ бұндай матчта енді Сұлтанбекке мүмкіндік беру керек. Оған
ол қаптал. Бізде өйткені қорғаушы аз. Бізде әсіресе қапталда ойнайтын қорғаушы аз. Осы күнге дейін Габышевті шақырып келді, иә. Тәжірибесі үшін, бірақ та тәжірибе дейтінде енді бір ұлттық құраманың деңгейінде бір көп ойын мен байқамадым. Сондықтан да бұл жерде Сұлтанбекті ойынға қосқаны мен қосылам. 4 қорғаушы жүйесімен бізде ортада Айбол Әбікен. Айболға да бұл жерде мен нашар немесе жаңағыдай біреуі бар дегенге мен ондай пікірмен келіспеймін. Неге? Өйткені бізде орталық қорғаныс шебінде үлкен мәселе, проблема. Мысалы, Аслан Дарабаев маусымның жартысында ойнаған жоқ. Ол екінші жартысында келіп қосылды да, бірден ұлттық құрамаға шақыртып алды. Негізі оның ұлттық құрамада тәжірибесі бар. Иә, бірақ та міне осындай ойыншыларды біз шақыруға мәжбүрміз. Айбол 2 жыл бұрын қалай ойнаған еді ұлттық құрамада. Сондықтан да ол бабына келе жатыр деп есептеймін. Ал басқа кімді аламыз бұл жерде таңдау? Бізде жартылай қорғаныс шебінде ойнайтын кім бар? Санап қараңыз. Қазақстан чемпионатын көретін көрермендер бұл сұраққа бірден жауап бере алмайды. Өйткені көбінесе бұл позицияда бізде легионерлер. Тобылды қараңыз, легионер, Қайратты қараңыз, Астананы қараңыз. Міне сондай. Енді ол үшін шақырту алды, бірақ енді алдағы уақытта бәлкім мүмкіндік берер. Өйткені мынандай матчта дебютанттарды алғашқы құрамнан 2 немесе 3 шығару ол өте қауіпті. Сондықтан да Айболды шығару осыдан. Дарабаевты мысалға жарты маусымды демалған Дарабаев шақырып алды. Өйткені бұл позицияға тәжірибелі ойыншылар керек, ұстайтын ойыншы керек. Тағы берген капитан, жас деген бар, және оның жүгірісі, оның дриблингі жағынан әрине кішкене бір оның бір ойын стиліне келмейді. Оныкі доп тартып алу және бірден пас беру. Исламхан енді бұрынғы Исламханды мен көре аламыз ба, көре алмаймыз ба, нақты айта алмаймын. Сондықтан да бізде орталық қорғаныс шебінде қазір бәсекелестік сондай мықты деуге келмейді. Керісінше бұл позицияда ойнайтын ойыншыларға бәсекелестік керек чемпионатта. Сондықтан да клубтық деңгейде жартылай қорғаныс шебін мықтылау керек деп ойлаймын мен. Қорғаушыларға келетін болсам, енді бұл жерде Нұралы Әліп, бір қателікпен бәрі шайып тастай алмайсың. Әлібек Қасымның ойыны маған ұнады. Қапталда Сұлтанбек жаман емес. Ал сол қапталдағы Ян Вараговский, енді ол жерде Ян түсінікті, бұл Қазақстандағы үздік сол қапталда ойнайтын қорғаушы. Дәл осы құраммен Словения командасына қарсы ойнау әрине қиын. Сондықтан да бұл жерде біз Словенияны жеңе алмай жүргендіктен негізгі басымдық күш ол Словенияға өз алаңымызда ойынға түседі. Ол айтпаса да түсінікті ғой, негізі құрамға қарасаңыз да түсінікті. Сондықтан да бұл жолы енді құрам басқаша болады. Бас бапкердің өзі ойын алдындағы баспасөз мәслихатында айтты, 1-2 өзгерістер болады. Бұл жерде шабуыл шебінде ол міндетті түрде Айбар бұл жолы алаңға тіпті шықпауы мүмкін. Абат шыға ма, әлде Шушиначев шыға ма, бұл жерде бас бапкердің шешімі болады. Бірақ дәл осы 4 қорғаушы жүйесімен ойнап Словенияны жеңе аламыз. Мен матч алдында, міне қазір ол видеоны жазып отырмын, 2-0 Қазақстан құрамасын жеңеді деген өзім ойым бар. Өйткені Словения ол сырт алаңда бізге келген кезде ол бірінші турда келген, екінші турдан бірінші турда келді. Біз әлі бір ертегіміз басталмай тұрған кезде ұтып кетті бізді. Сырт алаңда болған матч естеріңізде ол 2-1, аяқтады 2-1. Енді бұл жолы ұтатын уақыт келді. Аустриямен болған ойында қателіктер жасамау керек. 4 қорғаушы жүйесімен ойнаймыз ба? Ортада опорник ол міндетті түрде болу керек. Сіз бірінші гол кезінде ол Нұралы Әліп ол түсінікті, екінші гол кезінде ол жарайды угловой кезінде, ал Забицердің голы кезінде қараңыз. Забицердің голы кезінде ортадан басталған шабуыл Самородов сол кезде кедергі жасауға тырысты және 4 қорғаушы бұл жерде қалып қойды. Забицердің алдына шығатын ешкім жоқ. Бұл жерде 6-ға 4 пе сондай шығып кетті енді. Аустрия құрамасы біздің артқа опорниктарымыз қайда кеткен түсінбей қалды. Бұл жерде Оразов қайда, бұл жерде тағы берген қайда, ешкім жауып үлгермеді. Сөйтіп біз бұл жерде по позициям қателестіген тактикалық тұрда Аустриядан жеңілдік. Ральф Рангник ол енді футболды кәдімгідей өріп тоқып тастаған бапкер, тактикалық тұрғыда өте мықты бапкер. Сондықтан да біз бұл жерде ұтылдық, ол әңгіме жоқ. Енді Черчесовке келетін мәселе ғой енді бұл жерде. Черчесовтың неге бұндай құрамды шығарғаны? Неге Шушиначевке алғашқы минуттан мүмкіндік бермеді деген менде ой болды.
құрамды қарадым да, мен ұтыламыз ау дедім. Оның несін жасырасың, ұтыламыз ау дедім. Өйткені ана жақта Зайбицер, Лаймерлер, Зайвальдтар негізгі құрамда жүрген кезде, мына жақта біз екінші құрам шығарғандай болдық. Менде сондай әсер болды. Оның үстіне 4 қорғаушы жүйесімен ойнады. Мен Айбол негізі 5-ші қорғаушы ойнайма деген, бірақ ол жартылай қорғаныс шебіне қарай өнер көрсетті. Сондықтан да біз бұл жерде енді практика жақсы, бұл бас бапкердің практикасы маған ұнады. 4 қорғаушы, бұрыннан аңсайтынмын, 4 қорғаушымен ойнау керек бізге. Клубтарды сондайға ауысу керек деп. Енді міне ұлттық құрамада осындай бір өзгеріс, 4-0, сен 5 қорғаушы болсаң ұтыласың, ол жерде әңгіме жоқ. Мен бұл жерде сынағанша, керісінше осы жүйені әрі қарай дамыту керек деп ойлаймын, өз басым. Айбол болсын, Нұралы болсын, Тағыберген болсын, дәл осы құраммен мен керемет эмоцияны бастан кешіргем. Данияның эйфориясы ма, ол Словакияны жеңген ойынымыз ба, маған ол әр ойынның орны бөлек. Осы құраммен сондай жетістікке жеткеннен кейін бұл құраммен әрі қарай осы ұлттық құраманың ойынын дамыту керек деп есептеймін. Әрине жастар керек. Бұл бас бапкерге қойылатын сұрақ. Жастар керек. Пайрузды шақырды, оны тексеріп көруге болатын еді осы ойында. Ардагер ойыншылардың бірден алып тастау ол өте қиын. Сондықтан да буын алмасуды қазірден бір бастап кетті. Басты шеті бір көрінеді негізі басталған. Әлібек Қасымның негізгі құрамда шығуы, Чесноковтар қалыпты деңгейде ойнап жүр. Сондықтан да бұл жерде әрі қарай енді қорғаныс мәселесін реттеу керек. 5 қорғаушы жүйесімен ойнайық десек, бізде қорғаушылар тапшы. Ішкі чемпионатта да бізде легионерлер ойнайды қорғаныс шебінде. Сондықтан да 4 қорғаушымен енді бұл жерде таңдау болады. Қазір Әлібек Қасым, Нұралы Әліп, орталық қорғаныс шебінде Марачкин бар. Малы енді білмеймін, енді ол әрі қарай шақырту ала ма, алмай ма, жасы да келіп қалған қорғаушы. Сондықтан да бұл жерде бізде ішкі чемпионатта жартылай қорғаушы мен қорғаушылардың бәсекесі одан сайын арта түссе, 4 қорғаушы жүйесі менің ойымша әдемі деп ойлаймын. Өйткені 5 қорғаушымен де біз талай ойындарды көрдік. Мынандай өкініш, мынандай 4-0, 5-0 деген есептерді де көрдік. Ол өкініп басты қасып, өйтіп мына жерде анаған өкпелеп, мынаған өкпелеп отырғым келмейді. Ол басымнан өтіп кетті, барлығымыздың басымыздан өтті. Сынағаннан ол бір өзгеріс бола ма, болмай ма мен білмеймін. Ол әр адам өз ойын айтады. Блогер болсын, ол журналист болсын, сынайды, орынды, сын түзелмей, мін түзелмейді. Бірақ менің ойымша қазір осы бағытпен, осы 4 қорғаушы жүйесімен әрі қарай дамытсақ, әрі қарай осылай Жанали болсын, Кәрімов болсын, ұлар болсын, жастарды шақырып, буын алмасуды осы ұлттар лигасында өткізіп алсақ, онда әрі қарай әлем чемпионаты, Еуропа чемпионаты іріктеуінде бір тұрақты ойын жүйесін қалыптастырып қалармыз деген мен ойдамын. Бір лигасында ойнау қиын, әңгіме жоқ. Бұл жерде бәсекелестік мүлде бөлек. Көріп отырсыздар, Норвегияда, Словенияда Шешко қалай, Холланд қалай, мына жақта Баумгартнер қалай, деңгей бөлек. Осы деңгейге тырысып қазір бір ұпай алып алдық. Енді 3 ойын бар. Мысалы Словения командасына қарсы матч. Словения енді өзін дәлелдеген. Соңғы турда Норвегиядан жеңілді. Бірақ бұл жолы сондай бір көңілсіз күйде келетін құрам. Жолы бар, Алматы келетін, ауа райы бар, қар түсті, суық. Соның барлығын біздің жігіттер пайдаланады деп ойлаймын. 2-0 деген есеппен менің ойым бұл, сондай бір жеңетін секілді. Оның барлығын енді уақыт көрсетеді. Ал Черчесов бапкер, енді ол клубтық деңгейде нәтижесі бар, Ференцварош бар, басқасы бар. Ұлттық құрама деңгейінде 2018-де Ресей, ол өз елінде болған чемпионат. Сондықтан да мен Черчесовты білмеймін, ұлттық құрамадан қарағанда клубтарды жаттықтыруға бейім келетін маман ба деп ойлаймын. Бірақ енді барлығын алдағы уақыт шешеді. Қай уақытқа дейін ұлттық құрама жаттықтыратынын мен білмеймін. Бірақ бұл жерде менікі кішкене позитив. Кішкене мен әлі де үмітім бар. Әлі де бір кеше ғана аяқталған ұлттар лигасы, біз өз дивизионымызда бірінші орын алдық. Кеше ғана аяқталған Еуропа чемпионатының іріктеуі, сондықтан да барлығын осы бір оймен жауып тастап, барлығын табалағым келмейді. Қателіктермен жұмыс жасау керек. Әлі де үйренетініміз көп. Аустриядан, Словениядан және мынау топтағы Норвегиядан. Ал енді бас бапкер тағы да чемпионаттағы ойыншыларды қопарып, ақтарып, фамилияларын қарап, ойынын қарап, нәтижесін қарап, ұлттық құрамаға жаңа есімдерді шақырса дейін. Ақыры тәуекелге бел буды ма, до конца енді сол темппен жұмыс істеу керек. Сонда бір күн болмай, 2 күн болмай, 3 күн болмай, әйтеуір жастар келсе,
олар бірдеңе шығарады. Өйткені кеше көрдік, Испанияға қарсы қалай соңына дейін күресіп 4-3 есебін тіркеді. Сондықтан да бұрынға қарағанда қазір әйтеуір біздің ойыншыларымыз басқа елге чемпионатқа қорықпай баратын болды. Ұлттық құрамада легионер дейміз ғой, енді басқа чемпионатқа барып келген ойыншылар ұлттық құрамаға келіп қосылып жатыр, жастарымыз кетіп жатыр. Бұрын мен бұндайды көрмегем. Сондықтан да қазір осы тұрғыдан ол бәрі ақыр аяғында ұлттық құраманың оң нәтижесіне әсер етеді. Ендеше алдағы матчтан нәтиже күтеміз. Жігіттерге сәттілік. Келесі Словениямен болған ойыннан кейін тағы да бір шығарылым болады. Сол кезде осы бір айтқандарымызбен сабақтастырып, матчты бір қорытындылай жатармыз. Қазақстан Словения бұл матчтан сіз не күтесіз? Өз ойыңызды комментарийге жазыңыз, пікір қалдырыңыз, лайк басыңыз, каналға тіркеліңіз, және өзіңіздің Қазақстан құрамасында қай гол соғыла ма, соғылмай ма, кім соғады, соған өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Ендеше осымен шығарылымымызды аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Modric'тің пасы, Бенземаның басы, Рюдигердің көз жасы.